Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, жеңіл Тбилиси салаттың әзірлену жолымен бөлісемін. Ингредиенттер тізімі осы видеоның астында көрсетілген. Алдымен қызыл жуамызды ашып, екі бөлікке бөліп, видеодағыдай әр бөлігін турап шығамыз. Сонда жуамыз біркелкі болып шығады. Достар, каналға тіркеліп, келесі видео рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жуамыздың үстіне 4 ас қасық сірке суын қосып араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Піскен жылқы етін алып, біркелкі жұқа тілімдерге бөлеміз. Етті алдын ала тұзды суға жұмсақ болғанға дейін қайнатып алуларыңыз қажет. Тәтті бұрыштарды да біркелкі етіп тілімдерге бөлеміз. Грек жаңғағын турап аламыз, бірақ қатты майдалап жөнмеу керек. Сарымсақты барынша ұсақтап аламыз. Кинзаны да майдалап турап алуымыз қажет. Шұңғыл ыдысқа барлық дайын болған ингредиенттерімізді қосамыз. Болгар бұрышы, ет, бұршақ, кинза, грек жаңғағы, сарымсақ. Жуамыздың суын төгіп, үстінен жуа, дәміне қарай тұз және зәйтүн майы немесе күнбағыс майын қосып жақсылап араластырып аламыз. Мінеки, біздің дәмі тіл үйретін, дәрумендерге өте бай салатымыз дайын болды. Отбасыңыз, қонақтарыңыз сүйіп жейтініне сенімдімін. Және дастарханның көркін ерекше етіп ашып тұрады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Достар, видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытып кетпеңіздер.